Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, евро-доллар. Мінекей шақырдым, осы деңгейден төмен қарай кетуі мүмкін деп. Так, қазір кіші таймфреймді ашып қарғанымызда, мына жерде мынандай нені көріп отырмыз. Жаңағы не глубокий откат дейді. Астыға түскеннен үстіге қарай кері кеткен жоқ, яғни деңгейден. Осы жерде мынандай кері қайтадан бұрылып болып жатыр. Яғни ол дегеніміз, мына жерде мына бір деңгейдің төңірегінде бағаны ары қарай жібермей тұрған сатушылар бар деген сөз. Сондықтан міне мынау бізде жаңағы разворотный модельдің несі сигналы. Сондықтан бұны, в принципе, астыға қарай позиция ашуға болады. Қазір мен бұған позиция ашып қояйын. Одан кейін так 170 деңгейдің артына қойып қояйық. Мына жерде 250 пункт. Енді мына ближайший осы минимумға дейін сауда жасауға болады, в принципе, так, осылай көреміз. Енді ары қарай не бар жатыр. Так, мына кешегі біз баға мына жерде болған кезде, мына бір деңгей нені ашып қояйын. Ложный пробой бола ма деп, мен мына жерде баға ошыға кірген кезде мына бір не деңгейден жоғары қарай, үстіге қарай позиция ашып қойған болатын buy stop ордерін. Мынандай көріп тұрғандай, ол орындалғанда жоқ, барған жоқ, орыстан төмен түсіп кетті. Енді мынау да уже астыға қарай поджатие болып кетіп бара жатыр, сондықтан мынау ордерді алып тастауға болады. Так, бұл бойынша міне келесі деңгейіміз мына жерге дейін. Бәрі қазір төмен түсіп жатыр. 350 пункттай бар екен, сондықтан бұны да төмен қарай позиция ашып қоюға болады. Так, стоп-лосты где-то бір 150 пунктқа қойып сақтап жеткілікті. Так, екі сделка ашып қойдым, евро не бар жатыр. Бәрі жүті төмен түсіп жатыр. Мына жақта көрінген пустата, сондықтан астыға қарай позиция ашуға болады. Так, бұған да бір. Так, одан кейін новозеландец. Деңгейдің жанында, деңгейден так. Пробойға бара жатыр. Деңгейге кеп соқты, деңгейдің жанында накопление бар. Енді қайтадан деңгейге қарай поджатие болып жатыр. Деңгейден жоғары қарай позицияға кіруге болады, бірақ неге кірмейміз, өйткені мынау бүкіл жәнегі өзінің бір атарын жүріп тастады. 103 па, 103-тің так қаншасын жүріп тастады екен мынау. Бәрін емес, в принципе, жартысын жүріпті. Так, жартысынан көбін жүріп қойыпты. Мына арада бір 300 пунктке. Так, buy stop ордерін. Цена, так, 78-ге қойық. Так, сұғарық. 300 пункт жеткілікті. Так, ары қарай. Мына қажет емес. Так, мына жерде не бар? Каналдың ортасы қажет емес. Так, мына не бар жатыр? Жәнегі деңгей уже бұзылды. Жарайды, бұны да пока қажет емес. Мына міне деңгейден отбой кетті астыға қарай уже пояс шолдыруға болады. Бірақ соншалықты қатты алысқа кеткен жоқ. Алты жүз пункт жүріп кетті, бұны 144-дің 600-ы. Жартысынан көбін жүріп қойды, жарайды, болға кері жоқ. Мына да қажет емес. Так, мына деңгейге жақындап келе жатыр. Деңгейге
дейін, в принципе, сатылып көруге болады. Ол теңгеге дейін 350 пункті бар. Арада қараймыз. Так. Мына жерде не көруге болады? Не, мына бір уровень жатыр, мына бір бұзып өте ме, өтпей ме? Так, жарайды, болса керегі жоқ. Негізі мына деңгейге дейін позиция ашып көруге болады. Так. Міне мына бір стопты. Міне мына бардың минимумнан төмен екен, в принципе, нормально травести. Так, доллар иена керек емес. Надо керек емес. Британец, японский иена. Жоқ, мына бір қараңыздар, төмен қарай кетіп бара жатыр. Месячный график. Так, бізде міне бүгін только екісі күні. Жаңа ай енді басталды, 2 күнде кетіп барады. Бұл мына жерге дейін түсуі де мүмкін. Так, бұл жерге дейінгі расстояние қандай? 2000, 3000 дейді. Бұны бар ғой. Былай істесек. Тренд көріп тұрмыз, сондықтан бұны да, в принципе, астқа қарай созылып. Бірақ бұны біз 300 пункт емес, одан да көп. Жәнегі 2000 пунктке қойып көрейік. Так, сондықтан стопты да көбейтеміз. Бұл позицияны біз где-то осыда тұра берсін. Так, 300 пунктке, міне 31 доллар екен. Бұл позицияны біз неге дейін ұстайық? Бір күн емес, 2 күн емес, жәнегі месячный емес. Аха, ашылуынан енді қарай кетіп тұрады. 1050-2000 пункт алайық. Енді бұл бірнеше күн тұруы мүмкін. Так, осы болды жалпы, наверное. Так, одан кейін неме бар бізде? Австралиец теңгейді бұзып кетті. Мынаны ложный пробойды ұруға болады, астыға қарай. Осынан бір сделка ашып. Так, мынада қараңыздар, есептеу керек, мына бір деңгейге дейін расстояние 78. В принципе, мынаның төбесіне дейін стоп старт қоюға болады. Бұны да бір позицияға бересілік. Осынан стопы 200 пункт болса. Ну, в принципе, нормально мына бір. Бұны технический стоп деп айтады. Технический стоп дегеніміз, ол деңгейден кейінгі ложный пробойдың үстіне қарай қойсаңыз, ол технический стоп болады. Еще расчетный стоп деген бар. Расчетный стоп дегеніміз жәнегі атардың 20%, атардың 20% дегеніміз 64-640-тың 10%, мысалы 64 болса, 20%, 64 2-ге бөлсеңіз, где-то 130-140 пункт болады. Бұл технический стоп. Мына как раз расчетныйға да келіп тұр, техническийға да келіп тұр. Сол осы бүгін рекомендация берген жоқпын, сразу прямой сделкаларды ашып салдым. Так, көрейік енді осылар неме болатыны. Сонда бізде барлығы так, мынау орындалмауы да мүмкін, өйткені біздегі свободный маржа аз болса. Егер свободный маржа 12.012 дегеніміз 120-дан азайып қалса, свободный маржа онда бұл орындалмай қалуы мүмкін. Егер ол 120-дан 290-300 болып тұрса, онда в принципе орындалады бұл сделка. Жарайды, осы пока осы сделкаларды ашып қойдық. Так, бүгінгі сделкалар бойынша. Бағана ашқан сделкалар бойынша міне. $50 прибыль шықты. Так. Байсыз бар жер орындалмай қалды сонда. Міне мынарда кеттік, бірінші сделка
плюсқа жабылды. Екінші сделка плюсқа жабылды. 3 минус, мынау минус, соңғысы плюс 2. Так, одан кейінгісі тағы бір бағана айтқан британец японский иені. Бұны біз бір тастаймыз дедік. Егер мына түсіге қарекет қалмаса, жалпы осы. Әріден түсіге барып келді, қайттан төмен түсті. Қайттан түсіге кетті. Вроде түсті, бірақ астыға кетпеді. Қайттан түсіге алып кетті. Жарайды, не қалай жабылатынын көреміз. Жалпы осы. Денеге сделка бар бізде. Так, мыналар неге тейкпен жабылмады екен? 894, 896 мен жабылды. Так, 749 ма, 751 мен жабылды. Так, евро-доллар. Евро-доллар. Міне. Мына жерде бағана позицияға кірдік, мына жерде тейкпен жабылды. Екіншісі британец доллар. Британец доллар. Міне мына жерде кірдік. Мына жерде жабылды. Біздің стопқа дейін. Біздің тейкқа дейін жетті де. Осыдан қайттан кері бұрылып кетіпті. Егер де тейк профит бізде әлі де сон төмен қарай басқанда, онда возможно так әлі жеткен жоқ, возможно сыйға әрекет қылса стоп алар едік. Так, одан кейінгісі евро-австралиец. Евро-австралиец. Бұл бізде так, кеше ғана айтқан екен не? 150 пункт стоп бізге аздық етеді деп, мына жерде действительно 150 пункт стоп қойдық. Стопымызды орындап, қайттан төмен қарай түсіп кеткен екен. Так, евро-австралиец. Новозеландец, японский иена. Және пробойны модель дедік қой. Осы деңгей бұзылғаннан кейін ары қарай кетеді дедік, керісінше ложный пробой жасады да қайтадан ішке қарай кетті. Жарайды. Бұл как раз бағана бай стоп ордерін қойып қойған болатынбыз. 78.00-ге. Бағада орындалды. Так, сосын соңғы емес набрал. Австралиец, японский иена дейді. Так, не мынау. Так, бұл австралиец, японский иена бізде. Так, тоже стоп орындалды, я. Набрал. Стоп орындалды, қайттан сүге қарай кетіп барады. Возможно, сүге барады. Жарайды. И сосын соңғысы австралиец, швейцарский франк. Так, мне набрал. Швейцарский франк. Мына күшті кетті мне. Нардан кірдік, сөге үстіге барған жоқ. Стопты мына жерге де қоюға болар едік. Жалпы осы, так, 6 сделканың үшеуі минус, үшеуі плюс. Итоге $50 алдық. Мына жерде 3 к 1 емес, әр сделка, по-моему, 1 к 2. Міне, мысалы, мына жерлерде. Мына жерге дейін 250 пункт, бұла қарай 160 пункт. 3 к 1 емес нара. Так, мынаны, в принципе, 3 к 1 алуға болар едік. Так, одан кейінгісі. Бізде қанша екен? Прибыль. Так, мына жақ 150 пункт, мына жақ 300 пункт. 1 к 2. Так, одан кейінгісі евро-австралиец. Енді бұлар минус. Сосын мына бұл. Жәнекісі. Так, мына жерде 160 пункт екен.
Прибыль бізде 300 пункт. Иә, 300 пункт екен. Бәрі 2-де 1 алдық. 2-де 1 алған өзінде да плюс прибыльға шықпыз. 3-ке-3. Негізі 3-ке-1 болған кезде прибыль одан да көп болар еді. Жарайды, енді мына жерде позицияға шықты дедік, иә? Бұл бізде британец японский иена. Бара қоймайтын шығар, скорее всего, у нас стоппен жабылады. Неге? Өйткені міне мынарда бірнеше попытка болды астаға да кетуге, бірақ қайта-қайта үстіге қарай алып кетіп отыр. Скорее всего, мына үстіге барады да стопымыз орындалатын болады. Бұл минуспен жабылатын шығар. Жарайды, осы енді бағана таңертең ашып қойған сделкалар, 7 сделканың 3-і плюс 3-і минус, 1-і әрі ашық тұр.